Al ballar. Çayımız demli olsun. Amin. Hani. Nemene? Alıp oturumdur. Bizge şey demsiz bolsun ba ne? Tuh, endi solay dep aytmasam, çayın nemine açtı bolup ketimi? Ha. Çok degenmen de aytuğa bolady goy bu bizge de köngül bölüge bolady goy. Çayın demli bolsun Kemirim. Endi kajeti şok magan. Basında aytpagandan keyin. Ay, осы тегінен бар еме дейтек, а? Бәрі сөзіне бір. Ayttım. Осы екеуіңіз әлі бір жаңадан тұрмыс құрған жас жұбайлар сияқты ұрсасыңдар отырсыз. Жоқ, енді мына шешелерім. Kim ursup atır oy? Tinç otur şıkstırılmay. Sen ошел. Бағзаш сері, өзіңіз жеңгеме ұрысып қаласыздарыңыз ғой. Айдар есінде болсын. Ең бастысы ол сабырлық. Әйелің ұрсып жатса, үндемей қоясың. Тәжірибесі бар ғой. Қалай мынау, сұр бойдақтың ақылы қалай? Ертең үйленгенде көреміз ақылымды. Содан кейін шығар үйленіп жүрген берген. Ата өз басым ертең үйленгеннен кейін әйелім бұлай істаймын. Астам алғанды жұмсаймын. Мына жұдырықпен мен ұстай алмай жүрмін. Сен ана жұдырықпен бетіне қарап сөйлей де алмайсың ғой. Ay, қойыңдар енді. Балалар, негізі кім-кімді қалай ұстауында емес мәселе. Мәселе сыйластықта. Бұл сыйлаймын ғой. Жастықта өтеді, махаббатта өтеді, сезімде өтеді. Сыйластық қалады. Ne deyip bana şal? Sen ne diyorsun? Sonda sen beni süymeyeyim diyorsun mu ne? Ay, қолдарың жайыңдар. Бата берейін. Сезім шәлі. İyi. Бақ қонып қыдыр дарысын. Серік балама сәттілік болсын жолдасым. Амин. Берік балам, Құдайым сені қолдасын. Әсел, арлы болсын. Еркеш, алғыр болсын. Айгүл, дәрігерлердің алды болсын. Айдаржан, сенің де жолың оң болсын. Кемпірім, ғұмырлы болсын. Аумин. Қосқаныңызға рахмет. Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар. Ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана ақыл айтар солар ғана. Жол күзеткен тұңғыш ұлы серт деген баласы бар. Ел арасын жалғаған айналайын келінен. Айгүлдей бір медбике ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрем деп несиеден. Берікте жүр бұл үйде ақша саны үйренген. Әсел ару қыздары жүрген риза болып. Алайдардың үнемі ешкімменен шаруасы жоқ. Атасы мен апасының еркешей бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын сағды. Бұл отбасы бәленшекте. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Мен жақында ғана жекеменшік ауруханада операция жасатқанмын. Құтты болсын, қалай жазылып кеттің бе? Маған мақтануға келіп отырсың ба енді? Жазылмай жатырмын ғой, сол ішім одан сайын ауырып жүр. Қай ауруханада жасап едің? 99-шы жекеменшік ауруханада. Иә, олардың дәрігерлері туралы мен естігем. Қалай сонда? Қалай болғанда бір науқасқа операция жасаған кезде ішінде қайшысын ұмытып кетті. Одан кейінгі бір науқаста естім, ұмытпасам, мақтасы қалып қойыпты. Жақында тағы бір науқасқа наркоз беруді ұмытып кетіп, көзін бақырайтып қойып операция жасап тастапты. Сонда менің де ішімде бірдеме ұмытып кетті деп ойлайсыз ба? Білмеймін ғой енді мен. Әй, осы жолда біреу сенің ішінде телефонын ұмытып кетті шамасы. Аға лейтенант Пәренжиев Серік, құжаттарыңыз. Не қолдаға? Мен бірдеңе бүлдірдім бе? Бірдеңе бүлдіргенде бүлдірдіңіз ғой. Бағдаршамның қызыл түсін өтіп кеттіңіз. Жарғы жақпағансыз, реммен тақпағансыз. Құжаттарыңыз. Биылдан бастап құжатсыз жүре беруге болады. Құжатсыз жүре беруге болады ғой. Бірақ қызылға жүре беруге болмайды да. Әкел құжаттарыңыз, айыппұл толтырамыз. Айыппұл қанша болды? Айыппұл дейсің бе? Айыппұл деген енді ойбай болады ғой. Ойбай деген қанша болсын да? Ойбай андай ғой. Деген ақшамен қанша сонда ол?
Мә, саған ол енді бар ғой. Мәшқара ғой. Сол машқараны аға нағыз жүрсек болмай ма? Ей, сен маған не парашют тұрсың ба түріңе қарамай? А? Енді бар ғой, енді айыппұлым. Ойбай, Құдай сақтасын болады енді. Ту аға, санмен айтыңызшы, өтініш жүрегім ауырып кетті әйтпесе. Санмен бір 120 мың теңге ғой. 120 мың теңге? Иә? Мынауыңыз ойбай емес, ойбай болды ғой ағам. Тура өзім сияқты санайды екенсің ғой. Әкел құжатыңды. Сәлеметсіз бе? О, сәлеметсіз, келіңіз отырыңыз. Иә, айта беріңіз. Сіз менің кез келген проблемамды шешіп береді дейді. Әрине, кез келген проблемаңызды шешіп беремін, айта беріңіз. Маған бай тауып бере аласыз ба? Бай? Бір түрлі екен сіздің өтінішіңіз. Енді бай тауып бер десеңіз, мысалға менің басым бос дегендей кешке кездесуге барып қайтсақ болады. Жоқ, сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Маған бай, ақшасы көп адамдар керек. Бай керек десеңізші. Өкінішке орай біз сізге көмектесе алмаймыз. Сау болыңыз. Егер тауып жатсаңыз айтасыз ғой. Қарындас, есіңізде болсын. Бұл әкімшілік, бұл жерге бай адамдар келмейді. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қандай тағам ұсынасыз? Бізде сарымсақ пен пияз қосылған тұшпара бар. Жоқ, мен оған тапсырыс бере алмаймын. Себебі бүгін мен бір сұлумен сүйісуім мүмкін. Сарымсақ пен пияз қосылған дейсіз бе? Иә. Онда маған біреу беріңіз. Сосын қызыл бұрыш қосылған донер беріңіз. Пияздың көп қылып салыңыз. Сосын маған пияздан жасалған сорпа бар ма? Бар. Содан беріңіз. Қара бұрыш және де қызыл бұрыш қосыңыз. Пияздың көп қылып салыңыз. Онда мен де тұшпара жей берейін. Аға жақсы. Ей, сен неліктен адасып жүрсің? Кім бол? Жоғары қара. Сіз ба? Сен неге адасып жүрсің? Мен де оның адасасың ғой, ренжімейсің. Кешірім сұраймын адасқаным үшін. Кіммен сөйлесіп тұрсың? Бері қарасай. Сен ба сөйлеп тұрған? Көтеріл 4-ші этажға. Айтпайсың ба мен сөйлеп тұрмын, жария алдың ғой. Осы. Көтеріл. Тұра тұрса өз-өзіме кей қойын. Қожабеков. Не? 100 метрді қанша секундта жүгіресің? 20 секундта. Сағымжанов. Мен Сен қанша секундта жүгіресің? 19 секундта. Бәленшей. Мен Сен қанша секундта жүгіресің? 5000 теңгеге. Не дейсің? Айналайын, мен сенен қанша секундта жүгіресің деп тұрмын. Сіз маған 5000 теңге берсеңіз 100 метрді қалаған уақытқа шейін жеткізіп беремін. Оңға! Осыдан басқа ешкім жоқ па? Өмір осыны көрсетіп. Не деп тұр мынау? Не деп тұр? Дұрыстап сөйлемей ба? Ой, шіркін, ана түріктердің актерлары қалай сөйлейді? Көріп отырып жылайсың ғой, жылайсың. Біздікілер мынау не? Мяу. Не дейді мынау, не дейді? Не дейді мынау, не дейді? Осындайда кино болам екен. Түк түсінсем бұйырмасын. Адам құсап жаңалықты да көрсетпедің ғой сені. Тұршы, тұршы. Дұрыстап тұрдай. Шымкент шаһардан, Тараз шаһардан кеткенің бе сәулем, осыдан да ән бола ма екен? Дәрігер, көмектесіңізші маған. Не болды? Саусағым. Саусағын шауып алдың ба, кесіп алдың ба, айтсайшы түсіндіріп. Саусағыма тікенек кіріп кетті. Тікенек? Әкеш бер көрейін. Қайсысы, мынау ма? Ай, не болды? Бір тікенек кіріп деп, соншама аурухананы басыма көтеріп. Еркек емессің ба, ұят емес па? Шыдасайшы. Қатты ауырып тұр, шыдай алмай тұрмын. Иә? Маған срочно операция жасау керек.
Әкел, операция дейсің бе? Иә. Әкел ек қолыңды. Мынау қой, Иә. Ей, қырғыр. Қойды. Болды, қойды. Ауырғаны қойды. Мына қолын не істейміз? Оған гипс саламыз. Аға лейтенант пәлен жемсер құжаттарыңыз. Серік, сен ба, тандың ба? 146 мектеп. Бай, Бақытжан, қалайсың мор? Жақсы. Амансың ба? Сен соңғы рет соңғы қоңырауды көріп едің. Иә енді, сен деген мектепті жаман қатты қашатын ғой, соңғы қоңыраудың өзінде қашып кеттің ғой, ой алла, дым өзгермепсің. Сен енді 50 килограмм өзгеріпсің енді. Енді біздікі енді жұмыс бар ғой. Күнделікті бір жерде табысылмай тұрасың, одан қалса көліктің ішінде отырасың деген сияқты ғой. Араласып тұрайық та, қанша дегенмен 10 жыл бірге оқыдық қой. Әрине араласамыз. Инстаграм бар ма, сенде жазылып алайын. Ол немене тағы? Тиктокқа кіріп кеттің ба сен? Ол не бәле? Сен Инстаграмда жоқ, тиктокта жоқ. 21-ші ғасыр емес па? Не, өзің жалпы былай жұмыс істеп жүрсің бе? Жоқ. Жеке кәсіпкер. Жоқ. Қатын бала-шаға бар шығар енді? Жоқ. Ал менде жұмыс та бар, қатын бала-шаға да бар. Сол себепті менде Инстаграм жоқ. Сен неге үнемі осындай қымбат жерлерден түскі ас ішесің? Есіңде болсын, бұндай жерде әдемі қыздар көп болады. Сосын екен де айлығын жеткізе алмай жүретін, әркімнен бір қарызға ақша сұрап. Есесіне айналаға қарашы, қандай әдемі қыздар. Көбісі жалғыз отыр. Демек, бастары бос. Не дегенің логика бұл? Сенің басың бос сияқты. Енді құр отырғанша біреумен танысып алсашы. Қояйын алайын. Білем ғой бұларға не керек екен. Не керек? Бұлар қазір барасын, танысасын, үстерге шақырасың, қымбат тағамдар тапсырыс береді. Сосын қымбат көлікпен үйіне апарып тастауың керек. Қымбат сый жасауың керек, Дубайға апаруың керек. Қымбат қонақ үйде жатуың керек. Қымбат жүзік алып, бұдан да қымбат ресторанда сөз саласын. Оларға одан басқа не керек? Енді дұрыс қой. Енді саған не керек одан басқа? Маған соның барлығын ақша керек. Осы қала деген. Жүресің. Біраз жүріп тастадық, Айтпаш, біраз жүріп тастадық. Ендеше қайттың мен үйге? Жақсы, онда ертең жолығамыз. Ертең дейсің ба? Ертең менде емтихан ғой, келе алмайтын шығарым. Онда ар күн жолығамыз ғой онда. Ар күні? Ар күні үйге ауылдан қонақтар келеді, солармен бірге болам ғой. Онда бір-екі күннен кейін жолығатын шығармыз енді. Бір-екі күннен кейін дейсің ба? Бір-екі күннен кейін мен базарға барам. Сенбі күні жолығайық та? Сенбі дейсің бе, сенбі күні демалсам ба деп отырмын. Жексенбі күні жолығайық онда. Жексенбі? Жексенбі мен жол жүрем Таразға. Группаласым той еді ғой, соған барам. Жолықпақта қойшы, не ағып жеттің, жолың болсын. Кездескенше? Келіспеақта қойшы, біраз уақытқа кетіп бара жатқан сияқты ғой. Жолығамыз ғой. Жақсы. Жолықпақ қойшы деймін. Не ағып? Қалай, ауыл іші аман ба? Бәрі жақсы ма? Ауылдағылар ма? Сәлем айт. Иә, біздің шал сәлем айтып жатыр. Сәлема не қылды? Оқуын тапсырды ма? Қорытындысы қашан шығады екен? Иә, хабарласыңдар. Белгілі болғаннан кейін сүйіш сұрап былай. Иә. Менің күрең тайым қалай екен? Аман бекен сұрашы. Біздің шал күрең тайын сұрап жатыр. Айтпақшы, той мәселесі не болды? Болатын болды ма? Ертерек хабарласыңдар біздерге. Біз бұрынғыдай жүре алмаймыз. Ертерек былай қамданып отырайық. Мен күрең тайымды сұрашы деп отырмын ғой. Сосын ана Қаршығаға айт, қалаға келетін болса, маған май ала келсін тазасынан. Бұл жақтың майының қоспасы көп. Қымыз артылып жатса, қымыз ала келсін, берік қымызды жақсы көреді. Неге жауап бермей жатыр? Мен күрең тайымды... Ана кім? Берік демекші, кімнің Сабырдың қызы бар емес пе? Сол күйеуге шықты ма? Иә. Өзі бір сондай жақсы қыз маған ұнайды. Бұлай екі ортада жеңгетайы болмайсың ба? Менің күрең тайымды сатып жүргенде салмау ма? Иә, жақсы.
Өздеріңнен хабар күтеміз. Аман отырыңдар. Жақсы. Неменеге қақылдап қалдың күреңтай деп? Мен аудио жазып отырмын. Енді тыңдайды ғой. Күреңтай. Сөйлетпедің ғой. Дәрігер, сәлеметсіз бе? Саламатсың ба? Сізге қалай айтарымды білмей отырмын да. Не болып қалды? Жоқ, сіз дұрыс түсінбей қалмаңыз. Мен қалжыңда отырған. Мен бірден айтып қояйын. Менің күйеуім бар. Жоқ, мен көзім өзі осылай қысыла береді өзін өзі. Бірден айтпайсың ба? Тіпті не ойларымызды білмей қалдық қой. Жоқ, енді осыған бір нәрсе істеуге бола ма? Просто осы көзім үшін көп жерде әңгімемді басқаша түсініп қала берді. Көрініп тұр енді. Так, қазір онда былай қыламыз. Қойды ма? Тоқтаған сияқты? Ей, мұнан сол жақ көз жыбырлап кетті ғой. Так, не істесем екен қазір. Дәрігер, не болды мынау? Дұрыс. Енді бір емес, ешкім дәмелендірмей екі көзіңді қысып жүретін болды. Сен кімсің? Аға лейтенант пәленшеп серік. Мен неге тоқтаттың? Неге тоқтатқанда сіз енді жол ережесін бұзып келе жатсыз ба? Менің кім екенін білесің ба? Жоқ. Сені қазір жоқ қылып жіберем. Тұрған жеріңе жоқ болып кетесің. Дымың қалмай. Түсіндің ба? Кімсің сені? Мен циркте жұмыс жасаймын. Циркте? Сиқыршымын. Жоқ болып кетесің. Циркте? Көке, жина мынау, дамбалыңды. Әкел құжатыңды. Мен сенің жүргізуші куәлігіңді бар ма? 4-5 жылға жоқ қылып жіберем қазір. Жүр бері. Сиқыршысың бақ. Жоным сол, қалың қалай, күйеуге шыққан қалай екен? Жақсы, бәрі ойдағыдай. Тойдан кейін жоғалып кеттің ғой. Баяғыдай хабарласпайсың. Уақытым жоқ сенесің ба? Таңертең тұрам, тамақ дайындаймын, үй жинаймын, кір жуам. Қойш. Күніне 24 сағат үйдің шаруасы десеші? Үйдің шаруасы болғанда мен домработник салып жұмысқа тұрып алдым ғой. Жарайды, оны қойш. Күйеуің қандай екен күйеуің? Кәдімгідей, мен алақанымда ұстайды. Романтика дейсің ғой. Қайдағы романтика? Жұмса жұдырығында, ашса алақанындамын ғой. Романтика. Ұрып көрсін, жай қатты қызғаншақ, үйден бір адым аттатпайды, қайда барсам соңымнан қалмай жүреді. Қойшы. Дәл ондай емес шығар енді. Жан, дәл ондай емес шығар енді. Көрдің ба, айттым ғой. Пәленшеев, тұр. Үй тапсырмасына не бердім? Мен әкім болсам тақырыбына шығарма жазу. Баста. Апай, мен дайын емеспін. Неге дайын емессің? Апай, біздің үйде жарық өшіп қалды. Сенің үйіңде жарық үнемі жоқ. Уайымдамаңыз, бұл шешілуде. Қазір білесіз, ауылымызда жолда жөнделіп жатыр. Сондықтан свет кейде бар, кейде жоқ. Бұл сұрақ біз шешіп жатырмыз. Жол біткен кезде бәрі де тамаша болады. Келесі сұрақ. Сонымен, дүкеннен маған не ал дейсің? Соңғы рет есіме салшы. Нан кеуіп қалыпты, нан ал, сүт ал. Сосын шайға тәтті бірден ала сал. Болды. Жақсы. Түсіндім. Ой, не ұмыттың тағы? Ой, мынау,
Hem yerinde unut kettin koy. Kettim ben gel. Жолың болсын. Uy anam. Не болды тағы? Ой, мынау. Пакетті алмаппын ғой. Жасқанай. Бол, кеттім. Ой, не болды тағы? Маскымды ұмытыппын. Ой, міне. Тағы не болды? Бірдеңе ұмыттың ба? Білмеймін. Бірақ бірдеңе ұмытуым мүмкін ғой. Кемпір-ей, осы мен жұмсамай-ақ дүкенге өзің бара салшы. Бірден солай демейсің бе? Бір сағат әрі-бері жүріп алмайды. Әкел. Болды енді қарындас не болды сонша кішкентай қыз сияқты жылап? Олардікі дұрыс емес қой. Неге келіп тартып алады? Шешеміз қазір, шешеміз. Оны маған әкешім туған күніме сыйлаған. Ал ол алды да тартып алды. Көрсетіңізші қай қызметкер сіздің жүргізуші куәлігіңізді тартып жүрген? Мынау. Ол өзі ғой енді жол ережесін бірінші бұзып бастаған. Ой, қарындас сіз өзіңіз екен ғой ереже бұзған. Мен ештеңе істей алмай, сізге енді қуыршақпен ойнауға тура келеді енді. Байдың балалары. Жаман ерке, Сұсы? Айдап кетпесің машина? Сәлеметсіз аға. Не мәселемен келдіңіз? Айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Мен осы ауданның құрметті азаматымын. О, керемет. Осы ауданда тұрып келе жатқаныма биыл 50 жылдан асты. Аудандық әкімшілікте 30 жылдай қызмет атқардым. Ой, керемет. Мен тек қана бір өтінішім бар. Қандай аға, айта беріңіз. Аудан көшелерінің біріне Бакибаев Нұрлан Әбдіғалиұлының есімі берілсе. Өте керемет аға, бірақ енді ол сәл қиындау болайын деп тұр, өйткені көп қаражат керек болады. Оның үстіне аудан тұрғындарының келісімі керек болады. Аудан тұрғындарының келісімі бар? Бар ма? Міне. Керемет аға. Енді мынандай бір жағдай болып тұрды аға. Нұрлан Бакибаевты мысалға біз кім екенін танымай тұрмыз. Ал сіз сияқты құрметті азаматы болса, ой, көшені бірден беретін ек қоға. Бізден таныспадық па? Жоқ. Бакибаев Нұрлан Әбдіғалиұлы, ауданның құрметті азаматы. Болды аға, түсіндім. Болды. Ондай болса жақын арада шешіп беруге тырысам аға. Рахмет. Шал. Сен мына жаңалықты естіп пе едің? Қандай? Елімізде зейнетақы 25%-ға көтерілетін болыпты. Ой, мынауың жақсы жаңалық қой. Қашаннан көтеріледі екен? Көтерілгеніне жарты жыл болыпты. Қашы? Сен зейнетақыңды менен жасырып, қайда жұмсап жүрсің? Сен не айтып отырсың өзі? Қайдағы жасырып жүрген? Шал, мені алдай алмайсың. Бұдан былай, тиыныңа дейін санап алам, білдің ба? Әсел бар ғой, ең бастысы диетада өз-өзіңді ұстау. Содан кейін 6-дан соң тамақ жеуге болмайды. Бастысы бір-біріміз демеп жүрсек болғаны. Сосын тәтті жеуге болмайды. Сіздер не тапсырыс бересіздер? Маған үлкен чизбургер және фри. Сусынға не қалайсыз? Сүт қосылған кофе. 2 қант қоса салыңыз. Сен жаңа ғана диета туралы айттың ғой, Әсел? Ой, әбден әдет болып қалған ғой. Мен тәтті туралы ұмытып кетпін. 2 қантты қоспай-ақ қойыңыз. Сен не тапсырыс бересің? Маған да чизбургер. Ал, жұмыстарың қалай болып жатыр? Ой, жұмыс деген. Бүгін жолым болмады көке.
Бәрі жол ережесін бұзған бірде бір жүргізуші болған жоқ. Бәрі жайлап бірінің артынан бірі тізбектеліп. Қайта солай жақсы емес па? Қызым, ол біреуге жақсы, ал бізге жақсы емес. Мен де шаршадым ата, жұмыстан бар емес па? Жұмыс деген қырғын болды. 13 шақырым жүріп тастаппын. Қош? Үйге қайтайын десем ақшам жоқ. Тағы 10 шақырым жүрдім. Аяқ деген ісіп кетті. Қоя тұршы. Сен жалпы 13 шақырым жүрдің. Оның 10 шақырым үйге дейін жүрдің. Сонда сен жұмыста 3 шақырым жүрдің ба? Солай болып тұр ғой, бірақ жұмыс болмады. Жұмыста отырдым ғой, бірақ шаршадым. Сен бітсей, бізге әкімшілікке жұмысқа тұрсай. Өтірікті жібереді екенсің. Не де болса байқап жүріңдерші. Әсіресе мына адам көп жүргенде маскілерін шешпеңдер, киіп жүріңдер. Айгүлжан, ең болмаса үйде ана маскын шешіп отыршы айналай. Ой, апа, қайдағы үй, бұл жататын кезде де маскын киіп жатады ғой. Сақтықта қорлық жоқ деген. Бірақ енді асыр сілтеуге де болмайды ғой енді.